бүгінгі сабағымыз трапеция және оның қасиеттері геометрия сабағы, иә? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы күндеріміз болу үшін сәттілік тілеп жібереміз. Мына бірінші бастаймыз. Бір-бірлеріңізге сәттілік тілейміз. Біздер жылдамыз. Бәріне сәттілік, есепті тез шығарып, тез орындап, қатесіз жазу. Бірақ ауыз. Ал, айта береміз. Бүгінгі күндері жақсы өтсін. Қайталанбайды. Бүгінгі сабақта айтылған соққында. Лала, айтшы. Тапсырмалар жасап отырғандар. Жақсы ғанамыз. Ал сабақ айтшымызсың? Есікке жеге. Нұрбет айтасың ба? Барлығы сәттілік. Сәттілік мағадаш. Әзіз. Барлығы сәттілік. Сабақ жасын. Ал бағдарбекке айтасың. Сәттілік бірге шағымыз. Сәттілік. Мағадаш жақсы. Жақсы. Енді өткен тақырыпта бүгінгі сабақта бірінші бастамас бұрын сабақтың тақырыбы трапеция, оның түрлері мен қасиеттері, трапеция мен ұшқыштың ортасыздықтары. Бірақ бізге бүгін біз трапецияның оқу мақсаты ретінде трапецияның анықтамасын, трапецияның түрлерін және қасиеттерін осы 40-45 минутта біліп шығу. Енді сабақтың мақсаты жалпы осыны білуіміз керек. Енді мен сендерге бірінші ой түрткі әдісі ретінде өткен тақырыппен осы тақырыпты біріктіре отырып сұрақтар қоямын. Яғни бүгін өтетін сабағымызда төртбұрышқа жатады. Біздің төртбұрыштың не екенін білеміз, сондықтан төртбұрыш дегеніміз не? Тақтадағы сұрақтарға байланысты төртбұрыштың түрлерін атаңдар, төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы нешеге тең, параллелограммның қасиеттері, трапеция қандай фигураға жатады деген сұраққа дайын болатын болсақ, қол көтереміз да өзіміз білгенімізді айтамыз. Яғни төртбұрыштар, трапецияда төртбұрышқа жатады. Кім? Төртбұрыш дегеніміз не? Кім айтады? Төртбұрыштың төрт қабырғасы бірдей фигураны айтады. Төрт қабырғасы бірдей фигура, ол шашқа да жатады, иә? Сосын төртбұрыш дегеніміз не? Жаннан. Төрт қабырғасы бірдей қабырға. Бірдей шығады, немесе бірдей фигураны төртбұрыш дейміз. Оның түрлері өте көп. Мысалы шаршы, трапеция, теңдеулі төртбұрыш сияқты түрлері өте көп. Олардың тағы да төртбұрыштарынан төртбұрыштар бар ма? Ал айтшы. Төртбұрыштың диагоналдары тең. Төртбұрыштың диагоналдары тең. Төртбұрыш түрлері квадрат, төртбұрыш параллелограмм, трапеция және де яғни бұл төртбұрыштар қандай? Дөңес төртбұрышқа жатады ма? Дөңес емес төртбұрышқа жатады ма? Дөңеске жатады. Енді параллелограммның қасиеттерін кім айтып береді? Параллелограммның қасиеттерін өтіп, параллелограммның қасиеттері қандай қасиеттері бар? Параллелограммның қасиеттері олар бір-біріне қарама-қарсы жатқан қабырғалар бір-біріне тең болады. Екінші теорема бір-біріне жатқан қабырға оның қарсы жатқан бұрыштары да бір-біріне тең. Қарсы жатқан бұрыштар да бір-біріне тең. Ал үшінші теорема оның барлық қабырғалары және диагоналдар қаққа бөлінеді. Диагоналдары қаққа бөлінеді. Молодец, жақсы. Тағы да айтшы. параллелограмм қарама-қарсы бұрыш қабырғалары тең және олардың қарама-қарсы бұрыштары тең. Қарама-қарсы бұрыштары тең. Жақсы. Тағы да кім айтады? Бар ма? Тағы да бар ма айтады? Параллелограммның диагоналдары нүктесін қақ бөледі. Диагоналдары ортасынан саққа бөлінеді. Жақсы. Кім жаман не айтасың? Егер параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары тең және параллель болса, онда бұл параллелограмм болады. Жақсы, иә? Енді бүгінгі тақырып бойынша трапеция қандай фигураға жатады? Бізге трапеция енді белгісіз ғой. Трапеция қандай фигураға жатуы мүмкін? Мына жерде суреті бар ма тақтада? Қайсысы? ой түрткі дегеннің қасында. Ой түрткінің қасында. Енді трапеция деген қандай фигураға жатуы мүмкін? Суретіне қарап отырып.
Tamam. Dört burçlar zaten döngüs var, döngüs емес pa? Döngüs. Neçe kabırgası var? Neçe burçu var ekan? Dört burçu var ya. Yani ötken dört burçlarga ұқсас па? Ұқсас. Айырмашылығы бірақ бар ya. Қазір айырмашылығын анықтаймыз. Енді қазір мен сендерге зат ретінде мына жерде топқа бөлеміз балалар. Жайлап біріншіден бастап келеміз. Мына жерде үш түрлі трапецияның түрі тұр. Осы бойынша қай суреттер бойынша топқа бөліп кетесіңдер да, осы сурет бойынша сол трапецияны зерттейміз, анықтаймыз. Сол суретіне қарап отырып, анықтама шығарамыз. Түсінікті ғой, мынандай суреті барлар, мына жаққа келсін. Мынандай суреті барлар, тікбұрыштылар, мына жерге келсін. Теңбелі трапециялар. Теңбелі трапециялар мына жаққа келсін. Қана, тез жылдам аламыз. Міне қараймыздар. Идеал деген мынандай не үшін топ бойынша отырамызда, осы берген сурет бойынша суретті анықтап, анықтамасын шығарамыз. Түсінікті ғой, И дегенге мәтін мазмұндағы керекті ақпаратты анықтау дейді. Д-ға алған ақпаратқа түсінік беру. Дәлелдеу. Дәлелдеу барысындағы әрекеттер. Қорытынды жасау. Қорытынды жасағанда трапеция дегеніміз мынандай фигура деген анықтама жазып қоясыздар. Мынаған топтаса отырып орындаймыз. Мынанда топтаса отырып орындаймыз. Сендерді қандай тікбұрышты трапеция келді? Мына сендерге теңбелі трапеция келді. Ал ортаға келсе жылдамдаймыз, жылдам орындаймыз. Біргеміз. Ортадан емес, ортаға жасамыз тез жылдам келеді. Қытапты оқығандардың нелер ғой, қабырғасы бар, бұрышы бар. Биіктігі бар. Біргеміз, уақыт кетіп қалады. Сосын түсіндірме жұмысы жүргізілген кезде ойларым нақты ғылыми стильде болсын. Ойларымды біреу жазып отырсын, қалғандар ойларымды айтып отырмын. Бірінші мына теңбелі трапецияның несін жауабын тыңдаймыз, алдын оқиды қаны. Теңбелі трапецияның идеал деген кезде қандай зат екен өздерінің топтарын қазір анықтайды. Трапецияның қарама-қарсы екі қабырғасы параллель. Ал өзге қабырғалар параллель. Болып келеді. Параллель емес болып келеді, Параллель емес болып келеді. Трапецияның төрт бұрыш. Трапецияның ортасындағы төрт бұрышқа. Төрт бұрышқа тең. Оның ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Әрбір бұрыштары қосылғанда 360 градус болады. Трапецияның не екенін және оның қасиеттерін түсіндіреді. Болып па? Қосатындарың бар ма? Трапецияның өзге екі қабырғалары параллель болмайды, және қарама-қарсы қабырғалары параллель болады. Бір қабырғалары тең трапеция және тең белді трапеция болады. В-С және А-ды табандары болады, ал В-С, С-ды бір қабырғалары болады. Орта сызығы табандарына параллель болады. Сосын трапецияның түрлері өте көп, мысалы, тең белді, тікбұрышты дегенде өте көп. Және сендердің тікбұрышты трапеция ма? Жай трапеция, дұрыс сен жалпы және ұштары трапецияның табандарына жататын және табандары перпендикуляр кез келген кесіндісіз трапецияның биіктігі болады. Ал бір қабырғаларының орталары кесетін кесіндінің орта сызығы деп атайды. Орта сызығы деп атаймыз. Жақсы, жақсы. Әлішер қоса алыңыз. Трапецияның орта сызығы табандарына параллель және олардың қосындысының жартысына тең. Қосындысына жартысына тең. Әлішер айтатын бар ма?
Karama karşı kabırgalar paralel және алдыңғы екі қабырғасы параллель тіктұрышты трапеция деп атайды. Трапеция деп атайды. Айтасың ба? Қайтеді. Бір бұрышты тік болатын трапецияны Жақсы, молодец, жақсы. Жақсы, жарайсыңдар. Қазір бір-бірлерін болады алдына. Үшінші топ бізде тікбұрышты трапеция. Ал, тыңдаймыз. тікбұрышты трапеция деп аталады. Бір бұрыштар сүйір доғал болып келеді. С-мен Г-ні қосса 180, Г-мен А-ны қосса 180 градус болса, демек ішкі бұрыштар 360 градусқа тең болады. Бір бұрышы ғана тең болып келеді. Трапецияның ортасындағы табандары параллель және олардың қосындысына жартысына тең болып келеді. Молодец, жақсы. Жарайсың. Яғни бүгінгі мына топ бойынша біз трапеция және трапецияның анықтамасының қасиетін білеміз дедік, иә? Берілген жаңағы тікбұрышты трапеция, сеңгүлі трапеция, сосын жай трапеция бойынша үш топқа бөліндік та, біз идеал әдісі бойынша трапецияның бүкіл қасиетін анықтап шықтық. Иә, түсіндік қой, иә? Енді әркім өзінің тобын дағы бір оқушыны бағалап шығады. Мысалы, Назлы өзінің тобынан саған ерекше көмек көрсетіп, өзінің жаңағы несін білімін көрсете білген оқушыны кімді бағалай аласың? Менің ойымша Назлы жақсы көрсетті, идеал әдісінде өзінің ойын жақсы ақтай білді. Өзінің ойын ақтай білді. Қанша балл бересің? 9 балл. 9 балл бересің, иә? Ал мына топ өзгерін кім? Әзіз. Кімді бағалайсың? Ерекше бағалаған өзіне жұмысты көрсете білген. Бағдәулетке 10 балл береді. 10 балл береді. Өзің қатаңды көрсетеді, иә? Ал мына топта кім бағалайды? Мен өзімнің немді оқылмен бағалағым әсерді. Өйткені өзінің ойын алып жеткізе алды, сұрақтарға жауап берді деп. Сұрақтарға жауап бере алды. Енді қараңыздар, бүгінгі трапецияның қасиеті туралы білдік қой, иә? Енді екінші, мен сол сендердің анықтаған трапецияларының несі бойынша анықтаған қараймыздар. Параллель емес, сол келетін төртбұрыш не деп аталады екен? Трапеция. Айтқанымыз дұрыс қой, иә? Дұрыс. Бір бұрышы тік болып келетін трапеция, тікбұрышты трапеция деп аталады дейді. Дұрыс. Бүйір қабырғалары тең болып келетін трапеция, теңбүйірлі трапеция дейді. Анықтады. Ұштары трапецияның табандарына жататын және табандарына перпендикуляр кез келген кесіндінің трапецияның биіктігі, ал бүйір қабырғаларының орталарын қосатын кесіндіні не деп атаймыз? Ортасы деп атаймыз. Міне, трапеция, иә? Айтқанымыз дұрыс екен. Енді осыған байланысты біз оқулық бойынша жұмыс жасаймыз. Номер 1-127, номер 1-132, номер 1-134 бойынша тапсырмалар орындаймыз. Орнымызда отырамыз. Тапсырмалар орындаймыз. Дескриптора берілген, қараймыз. Осы үш тапсырма бойынша мынандай дескриптора беріліп тұр, тыңдаймыз керек. Трапецияның ішкі бұрыштарының қосындысының қасиетін қолдана отырып, белгісіз бұрыштар анықтаймыз. Жаңа бір топ айтып кетті, сендер топтарын айтып кетті. Екі бұрыштың қосындысы, трапецияның екі бұрышының қосындысы не болады деді? 180. Жалпы қосынды 360-ға тең. Яғни сол қасиеттерді қолданасыңдар. Екінші, трапецияның қасиетін қолдана отырып, бүйір қабырғасын табамыз. Бүйір қабырғасын. Трапецияның қасиеттерін пайдаланып, белгісіз қабырғаларын анықтайсыңдар. Мына есептеріміз несі бойынша. Сосын жалпы трапецияның периметрін табасыңдар. Түсінікті ғой дескриптор бойынша. Ал жұмысты бастаймыз, орындаймыз. Енді қалай, нені қолдандың? Сол туралы айтып өтті. Бізде берілгені астың трапециясы А бұрышы 68 градусқа тең, ал Б бұрышы 71 градусқа тең. Біз Керек шықта бұрышы.
бұрышы 71 градусқа тең. Табу керек вопрос үшін тәуелсіз бұрышы. Ең алдымен ішкі бұрыштағы қосындысы 360 градус сол үшін бұрышта бұрышы бұрыштың қысыламыз. А бұрышы 68 градусқа тең. А бұрышынан сыбайлас бұрышты табу үшін 180-нен 68 градусқа азайтып 112 градус. 68 градусқа азайтып 112 градус шығады. Бұл В бұрышы жауабы. Тура солай С бұрышында анықтаймыз, яғни екі бұрыштың қосындысы 180 градусты анықтай отырып, белгісіз бұрышты табамыз. Болды, жақсы. Мен сендерге қазір 5 саусақ әдісі бойынша өздерің бүгін не білдіңдер, не қойдыңдар, яғни өздеріңе қандай білім ала алдыңдар, қандай түсінік ала алдыңдар, соны қосындау ретінде кері байлап саламыз сіздерден. Әрқайсымыз саусаққа, 5 саусаққа өз білгенімізді жазып шығамыз. Бірақ әр саусақтың өзінің несі бар, критерийі бар. Сол критерий бойынша орындаймыз. Яғни бас бармақ мен үшін маңызды және қызықты болды, не болды? Осы параққа жазамыз. Ал бірінші тұр. Мен басында басқармағы мен үшін маңызды және қызықты болғаны, профессияны айтып пікір талас болғаны, екіншісі саусақ мен бүгін профессияның не екенін түсіндім. Үшінші ортам саусақ мен үшін жай профессия қиындау болды. Төртінші саусақ менің бағам 10-9, себебі мен тобымды алып шықтым, олар да маған көмек берді. Шынашақ мен кейінгі болашақта көптеген бұрыштарды және де анықтамаларды және де көп профессияларды білгім келеді. Жақсы, жарайсың. Ал айтыңыз. Бас бармақ мен үшін маңызды профессияны қасиеттері болды. Саусақ мен бүгін тең берулі профессия жайлы түсіндім. Ортаңғы саусақ мен үшін есеп сәл-пәл қиындау болды. Төртінші саусақ менің өзіме қояр бағам 9-10 балл қояр едім. Өйткені мен есеп шығарып профессияның қасиеттері жайлы айтып, тобымда алып шықтым деп ойлаймын. Шынашақ, мен профессия жайлы көбірек білгім келеді. Ал Лала айтыңыз. Бас бармақ, мен бүгін бүйір қабырғаларының профессия туралы бүйір қабырғаларының ортаны қосатын кесіндіні ортасыздық деп атайтынын білдім. Сұқ саусақ, мен бүгін қарама-қарсы қабырғалары параллель болатынын үйрендім. Ортаңғы саусақ мен үшін трапецияның биіктігін сәл қиынға соқты. Ал төртінші саусақ менің өзіме жасы деген баға беремін. Ал шынашақ мен трапецияның не екенін бүгінгі сабақта үйрендім. Үйрендің, жақсы. 1-138, 1-139 есепті үйге аламыздар. Сосын профессия туралы және ғаламтордан, әлеуметтік желілерден профессия туралы толық мағынасын білеміз. Профессия қандай мағынаны қазақша аударғанда ол қазақтың сөзі емес қой, қазақша аударғанда қандай мағынаны береді екен. Одан кейін жалпы біздің ұлттық салт дәстүрлерімізде үй құрылысында немесе қандай жерлерде профессияның фигурасы қай жерлерде қалай қолданылатынын оқып үйреніп келеміз. Түсінікті ғой, иә? Болды.